қандай балалар? Жақсы. Бала терезеге қараңдаршы, күні шуағы төгіліп тұр, иә? Біздің көңілімізде сондай деп ойлаймын, иә? Қазір қандай мезгіл балалар? Көктем. Өте жақсы. Көктемде барлығы әдемі құлпырады. Ендеше қазір біз көңілімізді одан әрі сергіту үшін мына бейнеге көңіл аударамыз. Барлығымыз тақтаға қараймыз. Табиғат тіршіліксін тұнып тұрған, сен күнсің күліп тұрған, сен ормансың, сен көлсің, сен бұлақсың, адамдарға сұлулықты құмартқан. Балалар, бүгінгі міне осындай әдемі сұлулықпен сабағымызды бастаймыз. Балалар, көңіл күйіміз көтеріңкі ғой, көтерілді, иә? Балалар, жаңағы табиғатты көрдіңдер, иә? Адам, табиғат, құстар, не арқылы демалады? Адамдар ауамен демалады. Өте жақсы. Ауа қандай деп ойлайсыңдар? Айта ғой. Ауа, ол іссіз. Дұрыс, және қандай деп ойлаймыз? Иіссіз. Өте жақсы. Және ол формасыз. өте жақсы. Қандай білімді балалар? Өте жақсы. Біз жан-жағымыздағы қоршаған заттарды, мысалы далаға қарасақ, қасымызға қарасақ, жан-жағымызға қарасақ, қалай ойлаймыз? Анық па? Неге? Себебі кім айтады себебін? Айта ғой. Ол түссіз. Және себебі алады. Міне, қандай дейді балалар? Мөлдір дейді. Өте жақсы балалар. Қандай өте жақсы білімді балаларсыңдар. Жаңағы жауап берген оқушыларды бас бармақ стратегиясы бойынша қане бағалай жіберейік. Бұл біздің үй тапсырмамыз болды. Қане, қалай бағалаймыз? Тамаша? Қане, бәріміз жоғын көтермейсіңдер балалар. Тамаша. Үй жұмысы тамаша. Өте жақсы балалар. Ендеше бәріміз көңілімізді, назарымызды аударамыз балалар. Не көріп тұрсыңдар? Бұл қандай сабақта қолданылады? Математика сабағында. Балалар қараңдаршы, неше фигура тұр? Екі. Ал осы екі фигура. Менің қолымда да неше фигура тұр? Екі фигура тұр. Қалай ойлайсыңдар? Бұл екі фигурадан, бұлар тақтада фигурадан не жасауға болады? Үй, дұрыс айтасыңдар. Қай кім құрып береді осы үйді маған? Міне келе ғой. Мынау не? Үй. Несі үйдің? Несі? Жоқ, мынау несі сенің қолыңдағы? Көмектесеміз? Дұрыс. Қалай? Өте жақсы. Ал мынау не бізде? Міне, құрдық па балалар? Өте жақсы. Көрдіңдер ма? Енді қараңдаршы, осы үйде не жетпей тұр? Дұрыс, терезе жетпей тұр. Ал терезе бізге не үшін керек? Айта ғой, не үшін керек? Терезе бізге жарық. Дұрыс айтады, жарық береді. Және жылу береді. Тағы не береді деп ойлайсың? Ауа береді. Жақсы. Ал енді ауа береді дейді. Жақсы. Ал енді осы мен терезе әкелдім. Терезені кім маған береді? Келе ғой, сен келе ғой. Келе ғой. Үйде терезесін сала ғой маған. Өте жақсы. Ой, қандай әдемі болды, е? Ал тағы да бір терезе салайық, е? Кім келе ғой? Келе ғой. Барлығымыз қатысамыз сабаққа, иә? Өте жақсы. Бұл терезені қай жағына қоясың? Екінші қабырғасына. Өте жақсы. Үй шықты ма сіздің балалар? Иә. Енді маған қараңдаршы. Сендер қолдан қараңдар. Жаңа сендер дұрыс айттыңдар, иә? Терезеге не керек дедіңдер? Жарық. Ал жарық не арқылы өтеді? Не арқылы? Шыны арқылы. Ал менің қолымдағы не мынау? Бұның түсі қандай? Мөлдір. Мен көрінем ба? Мен де сендерді көріп тұрмын. Қандай әдемі, иә? Міне шыны деген білеміз осы. Біздің терезеде бар ма шыны? Дұрыс. Яғни,
Сендер өте сондай жақсы балаларсыңдар. Үйдің барлық критериясын, яғни барлық құрылымын сақтай алдыңдар. Терезесін, мұржасын, есігін деген сияқты. Ал енді сендерге мынандай дискілеу түрде жаңа байқадым. Үйдің толық құрылымын анықтадыңыздар. Солай ма? Мөлдір сөздің мағынасын білдік па? Өте жақсы. Ендеше қараңдар, бір-бірімізді қошеметтеп, шапалақтар бәрісімен қане. 1, 2, 3 бағалап жібереміз. Көздерің толып отыр ма? Жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, жаңа өздерің айтқандай, мөлдір денелер мен материалдар. Ал бұл сабақта мақсатымыз қандай? Қандай мақсатқа жету керекпіз? Қазір тыңдаймыз. Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу. Заттардың жарық өткізгіштігін адам қалай пайдаланатынымыз қазір сабақта балалар. Сендермен тәжірибе жасау арқылы оны білетін боламыз. Өте жақсы. Мақсатқа жетеміз деген үміттеміз, иә балалар? Ендеше қазір қандай жұмыс істейді? Оқулықтың 76-77 бетін аша қойыңыздар. Аштық па? Бұл жерде ереже бар. Есте сақта деген ереже бар. Кәне, кім оқиды дейді маған? Қатты оқи ғой. Әйнек, хрусталь, полиэтилен, түссіз пластиктағы су және тағы басқа материалдар мөлдір болады, әрі олар жарық өткізеді. Ережені түсінікті ғой ережені? Жақсы балалар. Ендеше бұл жерде жаңа біз қандай сөзде осы мөлдір деген сөзді үш тілде қалай аталады екен? Қане оқып көрейікші? Қалай? Транспарент. Дұрыс. Өте жақсы. Қандай ақылды балаларсыңдар? Үш тілде де оқи аламыз. Енді қазір бізде балалар топтық жұмыс. Жаңа мақсатымызды айттық қой. Топтық жұмыста қандай жұмыс болады? Ол үшін біз топқа бөлінгенде былай істейміз қазір. Үш қатар отырмыз ғой, да балалар? Осы үш қатарға үш түрлі зерттеу жұмысы беріледі. Ол үшін мұғалімнің тапсырмасын мұқият естіп аламыз. Тыңдаймыз. Өте жақсы. Ендеше былай. Бірінші топқа қандай жұмыс? Бірінші топқа мен қазір бірінші заттарды апарып аламын. Бұл зерттеу жұмысы. Жақсы ма? Екінші топқа бүгінгі мақсатқа жету үшін біз қазір зерттеу жұмысын жүргіземіз. Осы зерттеу арқылы біз қазір не істейміз? Келесі топқа, үшінші топқа тапсырма. Қалай қызып отырсыңдар балалар? Зерттеулер келіп отыр ма? Жақсы. Ендеше балалар, енді мені мұқият тыңдаңдар, иә? Мынандай талап. Қазір міне бірінші топқа топ мына жерге келеді, ақылдасып, берілген тасына. Бұл жерде 4 зат берілген. Бірінші топ тыңдап тұрсыздар ма? Осы 4 затты 2 топқа бөлесіздер. Мөлдір емес. Тоқта. Түсінікті ғой, иә? Сосын ереже былай. Балалар, осыдан кейін бір оқушы ғана шығып, бұны қорғап дәлелдеп береді. Жақсы ма? Екінші топ, міне, 2 стаканда, қыздар, балалар, мен тыңдаңдар, әйтпесе қорқып жасай алмаймыз. Мөлдір емес, ыдыста су бар. Осы суға қарандашты саламыз. Жақсы ма? Сосын мынаны. Мынау не? Бұны күннің көзі деп елестетіңдер. Күннің көзі қарандашқа төбеден түскен кезде мына зат қарандаш қандай өзгеріске ұшырайды? Екі ыдыста қандай өзгеріске ұшырайды? Соны зерттейміз. Түсінікті ма? Топ түсінікті. Ал үшінші топқа да сондай жұмыс. Бірақ бұл жерге міне тағы да күннің көзі қолданылады. Енді қараңдар, 3 түрлі зат берілген. 3 түрлі пластмасса, шар және ағаш. Осы үшеуінің қайсысы жарық өткізгіш? Түсіндіңдер ме? Қазір бірінші топпен зерттейсіңдер. Қолданды көресіңдер, қолданды. Әр топқа 2 минуттар. Түсінікті ма? Ал кеттік. Топтар жиналған.
барып шығам дейді. Міне, бірінші топ келе ғой. Екінші топтан келе ғой. Үшінші топтан кім қорғап шығам дейді келе ғой. Ал енді балалар, сендер топты біз бір-бірімізді тыңдаймыз. Және дәлелдейміз. Ал бірінші топқа келейік. Бірінші топ былай қарап тұр. Сіздер қарап отырыңыздар. Тасты скриптор болады. Міне 4 сәт берілген. Қалай бөлдім? Айта ғой. Зат жарық өткізеді. Өйткені олар мөлдір емес. Ал мөлдір денелер жарық өткізеді. Өйткені олар мөлдір. Өте жақсы. Жақсы балалар. Қазір бағалаймыз. Ал келе ғой, екінші топтың тәжірибесін көрейік. Ал жаға ғой. Мен жағып тұрам. Ал не байқады? Кәне көтерейін. Кәне былай көтерейін. Ал не байқады? Қарындашты қой. Қой қарындашты. Сын өзгерді тағда оның астын Не істеді? Көрдіңіз ба? үлкен Және кім қосы жереді? жуан болып. Және тағы кім қосы жереді? Дұрыс, қалай? Дұрыс айтады. Не істеді дейді? Сынды дейді. Міне, мөлдір денеде ол сына дейді. Ал мөлдір емес денеге салайық. Не істеген жоқ? Дұрыс айтады. Себебі? Себебі неге түсін өзгертті? Дұрыс. Өте жас. Қош беттейміз. Қорқады. Қанағаттанасыңдар бұл балалар, өте жақсы. Енді үшінші топқа келейік, балалар. Үшінші топ дәлелдей ғой, күннің көзі шағайық. Неше сәт? Мынау не? Қандай сәт? Дұрыс айтады. Ал күннің көзін кел өткізіп тұршы. Кел, өткізіп тұр. Өте ме күннің көзі? Қарашы. Күннің көзі өте ме? Өте ме? Өтеді. Дұрыс, өте жақсы. Дұрыс айтады. Өткені қандай дейді? Мына заттар ал ғой. Бұл не? Қоя ғой жарықты. Өте ме? Дұрыс айтады. Ал келесі не? Ал шарыстай ғой. Өте ме жарық? Өте ме? Кішкене ғана, мөлдір. Дұрыс. Қандай? Өте жақсы. Қандай тамаша балаларсыңдар. Отыра ойындар. Мен ағаммен сендерге жер жасамау үшін. Өте жақсы. Топтық жұмыс зерттедік. Жаңағы мақсат дейді. Енді балалар. Дискриптор. Қараңдар. Бірінші топ. Заттарды мөлдір, не мөлдір емес екенін анықтады ма? Бір балл. Өте жақсы. Мөлдір және мөлдір емес текті заттарды анықтады ма? Дұрыс. Келесі. Жарық өткізгіш затты салыстыра білді ма? Өте жақсы. Ендеше әр топты ауызша бағалау жарайсыңдар. Қане, 1, 2, 3. Жарайсыңдар. Қане, өте жақсы. Әне жарайсыңдар. Балалар, сәл демалып алайық. Қане, орнымыздан тұрамыз. Демалып аламыз. Балалар, менің екінші бұл сынып оқушы, менің оқушыларым. Сіздерге мынадай көлеңке театрын дайындап жіберді. Қане, менің тыңдаймыз. Бәріміз бірге істейміз. Қане, менің қанаты бұл? Құстың қанаты. Бұл көлеңке жарқысы арқылы. Қолымызбен қане барлығымыз. Ал қолымыз барлықтарымызды. Келесі, бұл не деп ойлайсыңдар? Ойнаған. Қане екінші саусақпен құлағымыз ойнаймыз. Өте жақсы. Бұл менің оқушыларым сіздерге дайындады. Енді мынау не? Қасқырға да өткен ұқсайды. Не істеп тұр? Тез қадан. Аузын ашты. Енді сұқ саусағымызды бүгеміз, барлық саусақты жинаймыз. Тезірек. Бірісі жинайды. Бұл неге ұқсайды? Аюға. Дұрыс айтасыңдар. Қане балалар. Енді қанатымызды қағайық. Қанатымызды қағып, құс болып ұшып, орнымызға қонайық. Сергіп алдық балалар.
Өте жақсы. Так, енді келесі тапсырма бізде балалар. Келесі бізде қандай жұмыс істейді балалар? Қандай сіздерге балалар? Бұл жерде жұптық жұмыс. Жұп деген білесіздер ғой, иә? Жұптарын көрсете қойыңызшы. Жұптарыңызды бар ма жұп? Бір жұп, әр жұпқа міне бір парақ қағаз. Қазір тезірек. Екі жұп жұмыс істейсіздер. Жұп көп істейсіздер балалар. Жұп. Міне тезірек. Жұп көп істейсіздер. Оқыңдар, тез-тез қалай түсіндіңдер? Берем. Балалар, бұл жерде былай. Ықтимал жауап. Зат, қандай материал? Мөлдір-мөлдірмес екен. Тезірек жазып шығамыз. Жұп-жұппен. Бір минут уақыт берем. Жұп-жұппен. Тез-тез жаза қойыңыздар. Тез-тез. Жаза қоямыз. Карандашпен, ручкамен. Не жоқ. Разница жоқ. Жаза қоямыз. Жұппен, тез-тез. Жазамыз. Жұппен. Неден жасалған адағы ағашы? Ағаштан, ағаш дейсің, материал. Біреуміз айтамыз, біреуміз жазамыз. Себебі бұл жұп жұмысы, иә? Мөлдір ме, мөлдір емес пе? Тезірек жасамыз. Осы зат. Бар ма? Ал, мен үшке дейін санаймын. Балар, 1, 2, 3. Қай жұп болды? Қай жұп болды? Келе ғой, ең біршеке материалын жасау ғой. Тез қане, кім болды? Кім толық болды? Келе ғой, екі жұп келе қойыңдар. Келе қойыңдар, тез. Бір жұп қана дәлелдеп береді. Кәне қолымызды ала қоямыз. Келе қойыңдар. Ықтимал жауап дейді. Кел. Так, тез оқы. Естеу керек, қандай зат? Дұрыс айтады. Bir dakika қарап айта ғой. Келесі. Балалар, тише. Дұрыс айтады. Балалар, қане, мына жұптың жауабын бағалап жіберейік, иә? Екеуін бір орындарында, не? Қане, бағалап жауап айтады, екеуін екі жақтан. Енді ықтимал жауаптың жауабы. Балалар, жаңа айтты. Не? Ағаш мөлдір емес деді. Келісеміз, иә? Дұрыс, өте жақсы. Енді осы, отыра қойыңыздар. Кел, отыра қойыңыз. Енді қарам. Так, балалар тыңдаймыз. Бұл оқушылардың жауаптары. Бұл жауап берілді ме? Иә? Қандай жасалған? Мөлдір емес екенін анықтай алды ма? Иә. Ендеше, жұмысты бағалай қой. Нұрай, қалай бағалайсың? Ерасылға, қандай алманы сыйлайсың? Жасыл ма? Жасыл өте жақсы. Ал қызыл болса талпын, жақсы болса сары. Ал қайсы алманы сыйлайсың жұмына? Тезірек. Оған жасыл алманы сыйлаймын. Сен қандай алма сыйлайсың? Мен оған жасыл алманы. Дұрыс, қош беттейміз. Бір-бірін қалай жұмыс отыра қойыңдар. Рахмет, балалар. Үйге тапсырма бұлай. Оқулықтағы 76-77 беттегі әңгімені оқимыз. Келесі, балалар. Сен білесің бе? Балалар, бір жаңа айттық мақсатта, иә? Мөлдір заттардың ағаны пайдалануы дедік. Енді мына суретке қараңдаршы. Мынау не? Жылыжай. Орысша қалай? Теплица. Ағылшынша білесіңдер ме? Білмейміз ба? Глаз. Glasshouse дейді. Қалай айтады екен? Glasshouse дейді. Жақсы, келесі. Мынау не балалар? Қане не болып тұрмыз? Ол қай қалада? Астана қазір қалай аталады? Өте жақсы. Қалай аталады? Нұр-Сұлтан деп аталады. Жақсы. Ал мынау бізде қай жерде? Қайда? Қай қалада? Міне балалар, біздің қаламызда да осындай жарық сәулетті ғимараттар бар екен. Мынау қай жер?
балдар, осы мөлдір заттан сендер сияқты оқушылар да қолдан бірнеше жұмыс жасай алады екен. Мына менің оқушым бұл стакандардан осындай қуыршақ театрларына алған жұмыс жасады. Келесі міне бұл балалардың жұмысы міне мөлдір емес, мөлдір денелерден қолдан біз ғимаратты өскенде жасаймыз. Үлкен болған. Ал қазір менің біз сен сияқты бала ұсыныс сіздерге көрсетсін деп оқушыларым осындай қол өнерді көрсетті. Енді балалар, кері байлаңыз, яғни бүгінгі сабақтан алған әсеріңізді біздің алдымызда 5 саусақ жатыр. Осында 3 түс бар. Сабақ өте ұнады десе, жасыл түсті көтересіздер. Егер жақсы болса, қызыл түс. Егер ұнамаса, сары түс. Бала, қане, қай түсті көтересіңдер бүгінгі сабаққа? Өте жақсы балалар. Бүгінгі міне, сендерге қарап, мен де, сендер де бүгінгі сабаққа көңіліміз қандай? Көтеріңкі. Ендеше мен де екі болды сіздерге. Бұлғай, сіздерден маған жасаусақтар болғаныздар. Өте жақсы. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Өте білімді жаңағы менің алдымда қойған мақсатыма. Бүгінгі сабақта мақсатқа жеттік па балалар? Яғни зерттеуді, ойлауды, сөйлеуді, жұпта. Болды ма? Рахмет балалар. Мен сіздерге өте ризамын. Сол сияқты менің балаларым бүгін қандай мезгіл? Көбелектер шығатын кезде қазір сендерге менің балаларым сіздерге мынадай әртүрлі көңілдерің жарқын болсын, осындай жарқырап жүріңдер деп ұлдарға да қыздарға да мынадай әдемі қаламсап сыйға тартты. Бұны менен лицей мектебінен естелік. Ұнай ма сіздерге? Осы қаламмен жазғанда менің балаларымды еске алып жүріңдер. Жақсы ма? Рахмет балалар. Мен қазір мұғаліміне апайға берем. Апай сіздерге өздеріңіз таңдап аласыздар. Қай түс ұнайды? Жақсы ма? Мына іште робот та бар. Жақсы ма балалар? Балалар, өте жақсы, өте тамаша оқушысыздар. Назарларыңызға көп рахмет.